Бүгін мен сіздерге қалай моддизайнді жазып Майнкрафтты көптеген ойында түсіруге болатынын көрсетемін. Ол үшін бізге Play Marketке кіру керек. Қазір бұл маркеттен жазамыз. Mobizend. Сосын ең біріншісін басасыздар. Сосын осыны установить етесіздер. Енді мен установить етіп қойғам. Установить етесіздер. Сосын бұдан шығасыздар да, мына жақта Modizen деген тұрады. Соған басасыздар. Сосын бұл нәрсені добро пожаловать деп шығады. Сосын мына жақта қалай түсіру керектігін көрсетеді. Енді біз сіздерге қалай түсіруге көрсетемін. Қазір міне шашылайын. Мынандай көрсетіледі. Болды. Міне, басасыздар да, ең бірінші тұрғанды басасыздар. Сосын оның алдында настройки деген бір нәрсе шығады. Соны басасыздар да, включитті басасыздар да, сосын қайттан Modizенге басасыздар да, Modizen пайда болады. Сосын оны өстіп басасыздар да, ойын түсірейін дегенде, ең біріншісін басасыздар. Сосын осы түсіріле береді. Начайтты басасыздар. Сосын 3, 2, 1 литті түсіріле береді. Сіздермен бірге болған мен Аршын-бро. Лайктарыңызды аямаңыздар. Подписываться етіңіздер. Бәріңізге сау болыңыздар. Енді көрсеттім мен қалай видео түсіру керектігін. Өздерің түсіресіздер ғой деймін, ойлаймын. Сау болыңыздар.